адам ағзасында дәрумендер жетіспеушілігін қалай білуге болатындығы туралы қысқаша түрде айтатын боламыз. Ең бірінші, селен жетіспегенде иммунитеттің төмендеуі, депрессия, шаршау, нашар жұмыс және де терідегі түрлі бөртпелерді байқауға болады. Тіпті шаштың нашарлауын да көре аламыз. Ал Д дәрумен жетіспесе, артық салмақ, денедегі құрысулар, бұлшық ет ауруы, сүйектердің ауырсыну, ісіну, летаргия және де нашар жұмыс және де көптеген жетіспеушілік белгілері бар. Ол туралы астына мен ссылка қалдырып кететін боламын. Сол туралы толық біле алатын боласыздар. Келесі, бұл бізде магний жетіспегенде адам ашушаңдық, нервтің нашарлауы болады. Және де аяқтың тартылуы, тәттіге құмарлық, есте сақтау қабілетінің төмендеуі. Және де бұл туралы түсірген видеом бар, магнит туралы видеоның астынан қалдырып кететін боламын. Сол жерден толық көре аласыздар. Келесі, ол бізде аскорбинка немесе витамин С жетіспеушілігі. Жиі суық тию, көгеру, буындардағы ауырсыну, ісіну және де терінің құрғақтығы осыған байланысты. Сондықтан да организмде қандай өзгеріс болып жатқандығы осы клиникадан көре аласыздар. Одан бөлек, бұл цинк деген витамин қандай тағамдарда кездеседі? Жұмыртқаның сарысы және де асқабақтың дәні. Асқабақтың дәнінде өте көптеген витаминдер бар. Ал С дәруменіміз кивиден, болгар бұрышы, петрушка, шиповник, итмұрын дейді, және де квашеная капустадан аламыз. Бұл квашеная капуста ішекті микробактерияларын қалпына келтіріп, сол жердің иммунитетін көтеруге көмектесетін болады. Ал В9 немесе фолиевая кислота өкпеде, жүректе, бүйрек және де бұршақ тақыларында өте көп кездеседі. Сондықтан да осы тағамдарды жиі қолдануға тырысыңыздар деп айтқым келеді. Одан бөлек бізде мыс немесе купрум деп айтылады. Бұл кешью сияқты және де жүрек, бүйрек, өкпеде кездеседі. Сондықтан да біз сухофруктыларды көптеген витаминдерден таба аламыз. Видео пайдалы болды деген ойдамын. Егер де қандай да бір сұрақтар туындаса, комментарияға қалдырып кетсеңіздер болады.